Бір орманда көздері қиял мен қызығушылыққа толы, айналасына шаттық сыйлайтын көңілді қоян және әрқашан өзгелерге көмектесіп жүретін мейірімді түлкі. Сонымен бірге ержүрек батыл қасқыр болыпты. Бұл үшеуі бір-бірімен дос екен. Бір күні олар орманның шетінде өсіп тұрған үлкен қырыққабатты көреді. Ой, қандай үлкен қырыққабат! Мен үйге алып кетемін деген қоян қырыққабатты орнынан қозғай алмайды. Мен саған көмектесемін деген түлкі де қырыққабатты орнынан қозғай алмайды. Мен батыл ержүрек қасқыр, мен сендерге көмектесемін деген қасқыр да қырыққабатты орнынан қозғай алмайды. Ол қырыққабатқа жалынғандай болып сипай бастайды. Қырыққабатты арқасына қойып көтеріп көреді, бірақ көтере алмады. Біз бірлесе жұмыс істесек, бұл қырыққабатты оңай көтере аламыз, дейді қоян. Әрине, бірлесе көтерген жүк жеңіл, дейді түлкі. Солай емес пе, қасқыр? Қасқыр келіскендей басын изейді. Екі дос болған қуанып, шаттанып, қолдарын соға бастады. Үш дос бірігіп, ақырын қырыққабатты көтеріп алды. Бірақ қасқыр үнемі шаршап қала берді. Түлкі болса, қасқыр сенің күшің бар ғой, шыда деп қасқырға күш берді. Үшеуі орман ішімен қырыққабатты көтеріп, өздерінің үйіне алып келді. Міне, достар, көрдіңдер ме? Біз бірлесіп, қиындықты жеңдік, дейді қоян. Я, достар, біз бірлессек, шешілмейтін, жеңбейтін қиындық болмайды, деп түлкі оны қостады. Еңбектің наны тәтті деген осы екен ғой, деп үшеуі қырыққабатты сүйсініп жей бастады. Міне, достар, үнемі бірге тату болайық.